Сәлеметсіңдер ме? Оқушылар, бүгін бізде 4-ші сыныптың 2-ші сабағы қайталау мақсаты есептеу тәсілдері мен есепті шығару әдістерін қайталайсың. Бірінші есепке назар аударайық. Бірінші есепте Экспо 2017 көрмесіне көптеген елдерден туристер келді. Оларға мәтіндегі сандарды дұрыс оқуға көмектес. Қарап тұрғандарыңыздар, бұл жерде айтылым бар, тыңдалым бар. Бірақ бұл жерде жазылым жоқ, дәптерге ештеңе жазбаймыз. Сондықтан мына жерде мәтінде көрсетілген сандарды айтуға біз көмектесеміз. Сен ағылшын және орыс тілдерінде санауды білесің бе? Бізде 1-ші сыныптан бастап қазір ағылшын мен орыс тілі өтіледі. Сондықтан әрқайсымыз санауды білетін шығарсыздар деген ойдамын. Осы мәтіннің ішіндегі сандарды ағылшынша, орысша айтып өтуіміз қажет. Екінші есеп, өрнектерді есептеп дұрыстығын тексер. Бізге өрнектер берілген, біз бұның мәнін тауып, дұрыстығын тексеруге қажетпіз. Мінекей 65 пен 879-ның қосындысы 944 болды. Бұны тексеру үшін қосуға кері амал азайтумен тексереміз. Мына шыққан мәнінен 944-тен азайтамыз 879-ға. Сол кезде мына 65 шығу керек бізде. Немесе екінші жол 944-тен 65-ті азайтқан кезде 879 мынау шығу керек бізде. Екінші есеп. 1000 мен 645-тің айырмасы 355 болды. Тексереміз. Мына жерде азайту амалы біз қосумен тексереміз. 355-ке 645-ті қосамыз. Сол кезде бізде 1000 шықты мынау. Үшінші есеп. 416-ны 8-ге бөлеміз. Бізде 52 шықты. Бөлуді көбейтумен тексереміз. 52-ні 8-ге көбейткенде бізде 416 мынау қайтадан шығу қажет. Төртінші есеп. 159-ды 5-ге көбейтеміз. 795 шықты. Енді көбейтуді бөлумен тексердік. 795 пен 95-ті 5-ге бөлген кезде 159 мынау қайтадан шықты. Бесінші есеп. 34 мыңға 12 мыңды қосқан кезде 46 мың шықты. Енді 46 мыңды қосу амалын азайтумен тексердік. 46 мыңнан 12 мыңды азайттық. 34 мың шықты. Соңғы 6-шы есеп. 91 мыңнан 71 мыңды азайтқанда 20 мың шықты. Енді азайту амалын қосу амалымен тексердік. 20 мыңға 71 мыңды қостық. Сол кезде 91 мың шықты. Кезекті 3-ші есебіміз жұптық жұмыс. Мәтін есеп берілген. А тапсырмасын оқиын. Көрмеге 200 оқушы келді. Әр топта 12 ер бала және 8 қыздан бар. Экспо 2017 көрмесіне барлығы неше ер бала келді? Экспо 2017 көрмесіне барлығы неше қыз келді? Мәтін есепте бірінші шартын құрып аламыз. Әрбір сөйлемін оқи отырып шартына түсіреміз. Келді 200 оқушы, әр топта ер бала 12, қыздар 8. Енді бізге нені табу керек? Барлығы неше ер бала және барлығы неше қыз бала деп жеке-жеке сұрап тұр. Барлығы қанша деп сұрақ белгісін қойып, ер бала, қыз бала деп сұрағын қойып алдық. Енді шешімін шығарамыз. Бізде жалпы келген оқушы белгілі. Қыз баланың әр топта ер баланың, қыз баланың саны белгілі, бірақ топтың саны белгісіз. Бірінші топты тауып аламыз. Ол үшін ер бала мен қыз баланың санын қосып, оны жалпы келген оқушының санына бөлеміз. Мінекей, бөліп алдық. 10 шықты бізде. Бізде 10 топ бар екені белгілі болды. Енді барлығы қанша ер бала, қыз бала екен білуіміз үшін мына топтың санын ер бала мен қыз баланың санына көбейтеміз. 10-ды 12-ге көбейттік. Бізде 120 ер бала болғаны келгені белгілі болды. 10-ды 8-ге көбейттік. 80 қыз бала келгені белгілі болды. Жауабына толқып жазсақ болады. 120 ер бала, 80 қыз бала келді деп толқып жазамыз. Ә тапсырмасын оқимын. Көрмені тамашалауға 140 қыз және 160 ер бала келді. Олар әр топта бала саны теңдей болатындай 10 топқа бөлінді. Әр топта неше баладан болды деп сұрақ қойып тұр. Шартын құрамыз. Бірінші. Бізде қыздар, ұлдар белгілі. Қыздар 140, ұлдар 160. Бөлінді 10 топқа. Әр топта қанша баладан бар? Бізде сұрағын қойып алдық. Енді біз бірінші
ұлдар мен қыздардың санын қосып аламыз. 140-қа 160-ты қосамыз, 300 шығады. Енді бізде 10 топқа бөлінгені белгілі, 300-ді 10-ға бөлеміз. Сол кезде 30 шықты. Яғни әр топта 30 баладан бар. Жауабына толық қып жазамыз. Әр топта 30 баладан болды деп толық жазамыз. Келесі 4-ші есеп теңдеуді шеш. Бізге теңдеулер берілген. Мына жерде ереже бізге осы нұсқаулыққа қарап отырып теңдеуді шығарамыз. Бірінші теңдеуге қараймыз. 450 азайтылған 300 көбейтілген x тең 450. Бірінші теңдеуді ықшамдаймыз. 450-ден 300 азайтамыз. 150 көбейтеміз x тең 450. Белгісіз амал компонентін анықтаймыз. Бізде белгісіз амал компоненті көбейткіш. X-іміз көбейткіш болып тұр. Енді теңдеуді шешемін. Теңдеуді шешеміз. X тең көбейтіндінің мәніне көбейткішті бөлеміз. 450-ді 150-ге бөлгенде 0-дер қысқарып кетеді. 45-ті 15-ге бөлгенде 3 шығады. Енді орындарына қойып көрейік. Жақшаның іші сол күйінде жазылады. X-тің мәні бізде 3-ке тең болды. 3-ті жазамыз, тең 450. Енді тексереміз. 450-ден 300 азайтқанда 150 шықты жаңа. Оны 3-ке көбейткенде 450 шығады. 450 тең 450 деп жазамыз. Екінші теңдеу X азайтылған 315 пен 245-тің айырмасы тең 526. X-ті сол күйінде жазамыз. Жақшаның ішін орындап аламыз. Бірінші 315-тен 245-ті азайтқанда 70 шығады. 526-ны сол күйінде жазамыз. Енді бізде белгісіз амал компоненті бізде азайғыш болып тұр. X. Енді теңдеуді шешейік. X тең айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Мәні 596 шықты. Біздің X-іміз 596-ға тең болды. Енді X-тің орнына қойып көрейік. 596 азайтылған 315 азайтылған 245 тең 526. Тексерейік. Екеуінің айырмасы бізде 70 болды. 596-дан 70-ті азайтқан кезде 526 шығады. 526 тең 526 деп жазамыз. Үшінші теңдеу 859 азайтылған 259 бөлінген x тең 200. Бірінші теңдеуді ықшамдап аламыз. 859-дан 259 азайтамыз. Бізде 600 болады. Бөлеміз x тең 200. Бізде белгісіз амал компоненті бөлгіш болып тұр. X-іміз бізде бөлгіш. Енді теңдеуді шешеміз. X тең 600-ге 200-ді бөлеміз. 0-дер қысқарып кетеді. 6-ны 2-ге бөлсек 3 қалады. Енді орындарына қойып көрейік. 659 азайтамыз. 259-ды бөлеміз 3-ге тең 200. Енді екеуін азайтқан кезде бізде 600 шықты. 600-ді 3-ке бөлгенде 200 шығады. 200 тең 200 деп тексереміз. Бесінші есеп теңдеулер құрып, оларды шеш дейді. Бізге теңдеулер құруымыз қажет. Қараймыз, мына жерде бізде таразы көрсетілген. Таразының 2 тостағы бар, қарап тұрсақ, тең болып тұр. Теңдеуіміз тең болатындай біз теңдеу құрып, теңдеуді шешуіміз қажет. Мына 2 өрнектің ортасына біз тең белгісін қойып шығарамыз. Сол кезде бізде күрделі теңдеу келіп шықты. X қосылған 320 тең 560 пен 200-дің қосындысы. Бірінші теңдеуімізді ықшамдап аламыз. X қосылған 320-ны өз күйінде жазамыз. Тең 560 пен 200-дің қосындысы 760-қа тең. Енді теңдеуді шешеміз. X тең қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Теңдеудің X тең 440 болды. Енді мына X-іміздің орнына X-тің мәнін 440-ты қойып қалғанын сол күйінде көшіріп жазамыз. Енді тексерейік. 440-қа 320-ны қосқанда 760 шығады. 560 пен 200-дің қосындысы 760 шығады. Теңдеуіміз тең болды. Енді екінші теңдеу. Бұл жерге де тең белгісін қойып алдық. X азайтылған 430 тең 1000 мен 530-дің айырмасы.
x азайтылған 430 деп жазып алдық өз күйінде. Енді ықшамдаймыз. 1000-нан 530-ды айырамыз. 470 болды. Енді теңдеуді шешеміз. X тең азайтындының мәнінен азайтқышты қосамыз. X тең бізде 470-ке 430-ды қосқанда 900 шықты. Енді мына x-тің мәні бізде 900-ға тең болды. X-тің орнына қойып тексереміз. 900-ді жазып, қалғанын сол күйінде көшіріп аламыз. 900 бен 430-дың айырмасы бізде 470-ке тең. 1000 мен 530-дың айырмасы 470-ке тең. Теңдеуіміз тең болды. 6-шы есепке назар аударайық. Топтық жұмыс есептерді теңдеу құрып шығар дейді. Бізге мәтін есеп берілген, теңдеу құру арқылы шығарамыз. Оқимын. А тапсырмасын оқиын. Дүйсенбі күні көрме павильондарының бірінде 958 адам болды. Олардың 429-ы ересек адам, ал қалғаны бастауыш сынып оқушылары. Дүйсенбі күні павильонда қанша бастауыш сынып оқушысы болды деп тұр. Теңдеу құрамыз. 429 ересек адамды жазып алдық. Бізде белгісіз не? Бастауыш сынып оқушылары белгісіз. Бізде барлығы болған адам 958 адам жазып алдық. Бізде қараңыздар, ересек адам мен бастауыш сынып оқушыларын қосқанда сонда 958 адам болғаны шығып тұр. Сондықтан мына жерге біз қосу белгісін қойдық. Енді бізде жай қарапайым теңдеу келіп шықты. Енді анықтаймыз, бізде белгісіз амал компоненті екінші қосылғыш болып тұр. Теңдеуді шешеміз. X тең қосындының мәніне бірінші қосылғышты азайтамыз. 958-ден 428-ді азайттық. Бізде 529 болды. Енді мына x-тің орнына x-тің мәнін қойып тексереміз. 429 бен 529-дың қосындысы 958-ге тең. 958 тең 958. Енді ә тапсырмасынан қарайық. Оқимын. Кешкісін көрме алаңында концерт өтті. Концертте 586 ересек адам болды, ал қалғаны балалар. Егер концертке барлығы 800 адам келген болса, онда балалардың саны қанша деп сұрап тұр. Байқаған болсаңыздар, екі тапсырманың да құрылымы бірдей, бірақ сандарында айырмашылық бар. Қараймыз, ересек адамдар бізде 586, бізде белгісіз, ал қалғаны балалар деп тұр. Балалар белгісіз, сондықтан x деп белгісіз амал компонентін қойдық. Жалпы келген адам 800 деп тұр. Тең 800 дедік. Яғни бізде ересек адам мен балаларды қосқанда жалпы 800 адам шығып тұр. Сондықтан мына жерге қосу белгісін қойдық. Енді бұл жерде де дәл солай екінші қосылғыш бізде белгісіз. Теңдеуді шешеміз. X тең қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. 800-ден 586-ны азайтқанда 214 шықты. Енді тексереміз. X-тің орнына X-тің мәнін қойып тексереміз. 586 мен 214-тің қосындысы 800 болды. 800 тең 800 деп жазамыз. Келесі 7-ші есеп шығармашылық жұмыс. Өрнектерге теңдік тура болатындай жақшалар қой деді. Бізге өрнектер берілген. Назар салып қарасаңыздар, бізде өрнектеріміз бірдей, бірақ мәндері басқа-басқа әртүрлі болып шыққан. Біз теңдік тура болатындай жақшалар қойып шығуымыз қажет. Қараймыз. Бірінші біз 75 пен 5-ті бөліп алдық. Бізде 15 шығады. 45-ке 15-ті қоссақ 60. Енді 100-ден 60-ты азайтсақ, бізде 40 болды. Екінші есепке қараймыз. 100-ден 45-ті айырамыз. Бізде 55 шығады. 55-ке 75-ті қоссақ, 130 болады. Енді 135-ті 5-ке бөлетін болсақ, бізде 26 шығады. Міне жақшаны біз осылай қойдық. Үшінші есеп. Бірінші 45 пен 75-ті қосып аламыз. 120 шықты. 120-ны 5-ке бөлеміз. 24. 100-ден 24-ті айырған кезде 76 шығады. Міне осылай жақшаларды қойып шығарсақ болады. 8-ші есеп. Сен зерттеушісің деді. Логикалық тапсырма.
ойлан және жауап бер. Оқимын. Қонақтар көрмеден шыққаннан кейін дәмханаға кірді. Даяшыда 3 көк және 4 қызыл кесе болды. Ол үстелге 4 кесені қойды. Үстелде әр түсінен неше кесе болуы мүмкін? Барлық мүмкін нұсқаларды тап дейді. Қараймыз. Бізде болғаны 3 көк және 4 қызыл кесе. Даяшы бізге 4 кесені қойды. Оның 4-еуі қандай түсте болуы мүмкін деп тұр. Қараймыз. Бізде 4 қызыл бар. Оның бірінші нұсқасы. 4-еуі де қызыл болуы мүмкін. 3 көк және 1 қызыл болуы мүмкін. Екінші нұсқасы. Немесе 3 қызыл, 1 көк болуы мүмкін. Төртінші нұсқасы 2 қызыл, 2 көк болуы мүмкін. Бізде, яғни 4 нұсқа бар екен. 9-шы есепке назар саламыз. Үй тапсырмасы есепте дұрыстығын тексер дейді. Біз дұрыстығын тексеру үшін кері амалмен тексереміз, яғни көбейтуге бөлумен, бөлуге көбейтумен, қосуға азайтумен, азайтуға қосу амалмен тексереміз. Бірінші есеп қараймыз. 136-ны 4-ке көбейткенде 544. Көбейтуді бөлу амалмен тексердік. Бізде 136 қайтадан шығу керек, мінекей шығып отыр. Екінші 108-ді 4-ке көбейттік. 432-ға көбейтуге бөлу кері амал. 108 мінекей шығып отыр. Үшінші есеп 432-ні 2-ге көбейттік. 864 шықты. Көбейтуге кері амал, бөлу амалмен тексердік. 432-міз мінекей. Төртінші есеп 504-ті 3-ке бөлдік. 168. Бөлуге кері амал, көбейту тексердік. Мінекей 504-міз шықты. Тексерген кезімізде қайтадан мына бастапқадағы санымыз шығу керек. Сол кезде есебіміздің дұрыстығына көз жеткіземіз. Бесінші 108-ді 3-ке бөлдік, 36 шықты. Оны көбейтумен тексердік. Алтыншы 508-ді 2-ге бөлдік, 254 көбейтумен тексердік. Жетінші есеп 445-ке 58-ді қостық, 503 қосуға кері амал азайту амалымен тексердік. 8-ші есеп 680-нен 497-ні айырдық, 183 шықты. Азайтуға кері амал қосу амалмен тексердік, 680 мінекей шықты. Осымен бүгінгі 4-ші сыныптың 2-ші сабағы аяқталды.